Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәбіз бен қиярдан жасалатын, ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, қыста зор желінетін салатты ұсынғалы тұрмын. Алдымен жуып тазаланған сәбіздерімізді үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Сәбізді үккіштен өткізгенде қысқа майда етіп өткізбегендеріңіз дұрыс. Сәбізді үккіштің бойымен ұзын-ұзын етіп өткізіп алу керек. Сонда салатымызда сәбіз әдемі болып көрінеді және түйреуішке қадауға оңғайлы болады. Осымен біздің сәбіздеріміз дайын болды. Енді жарты келі тәтті болгар борщымызды да соломка, яғни ұзын жолақтарға бөліп турап алдым. Мен бұл жерде қызыл және сары түстерді қолдандым. Сол кезде салатымызға қанық түс беріп тұрады. Туралған заттарымызды үлкен ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымыз салатты араластыру үшін ыңғайлы болу керек. Ащы бұрышты қалауларыңыз бойынша 1-2 дана қоссаңыздар болады. Менің отбасымда балалар қатты ащы жақсы көрмегендіктен мен аздап қостым. Сарымсақты мен сарымсақ ұсақтау құрылғыдан, яғни чеснокодавкадан өткізіп алдым. Қолымен майдалап турасаңыздар да болады. Қиярларымыздың сыртын бірнеше қайтара жуып алып, екі шетін кесіп алып тастаймыз. Қиярларымызды тым майдаламай, осылай ұзын жолақтарға арнайы салат кескіш құрылғымен кесіп алдым. Егер де сіздерде ондай құрылғы болмаса, пышақпен де кесуге болады. Құрметті менің көрермендерім, егер де осы видеом сіздерге ұнап жатқан болса, лүпілдеріңізді аямай басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. 3 келі қиярымыз туралып болды. Енді үстіне 40 грамм тұзымызды, 70 грамм қантымызды, корей салаттарына арналған тұздықтан 50 грамм, 230 грамм сұйық май, 9% уксустан 160 мл қосып, барын жақсылап асты үстіне шығарып, араластырып аламыз. Бетін жауып 3-4 сағатқа шырыны бөлінгенше қойып қоямыз. Құрметті менің көрермендерім, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін осы видеоны әлеуметтік желілерде жолдастарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Төменде поделиться батырмасын басып, WhatsApp, Facebook немесе басқа да желілерде бөлісе кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Шырыны молынан бөлініп шықты. Енді жақсылап содамен жуылған банкаларымызды 9% уксуспен шайып аламыз. Банканы осылай стерилдау түрі тек қана салаттар мен қиярлар және қызанақтарды жабуға ғана жарамды болып табылады. Ал тосап, яғни варенье және компотты жапқанда банкаларды булап алған дұрыс. Дәл осы әдіс жарамсыз болып табылады. Уксуспен шайылып стерилданған банкаларымызға салаттарымызды бетмен бет етіп, аздап баса отырып салып шығамыз. Барлық банкаларымызға бөлініп шыққан шырынан теңдей етіп құйып шығу керек. Банкаларымыздың қақпағын алдын ала таза суда 2-3 минут қайнатып алу керек. Менде видеода көрсетілмей қалыпты. Банкалардың бойынан үлкендеу ыдысқа астына салфетка немесе майлық төсеп, банкаларымыздың орналастырып шығамыз. Үстінен жетер-жетпестей етіп су құямыз. Суымыз тезірек қайнау үшін жылы су болғаны дұрыс. Ыстық су құймаңыздар, банкаларымыз жарылып кетеді. 750 граммдық банканы 15 минут қайнатамыз. Толық суығанша көрпе астында ұстау керек. Осымен бүгін сіздерге көрсетілген сәбіз бен қиярдан жасалатын, ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, қыста зор желінетін салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.